Так, бүгінгі ролигімізде Эджа деген мынау аспалы газ пеш Гелиос плюс деген моделі қате мінекей F04 деген қате көрсетіп үйді қыздырмай тұр. Ала берсе, бүгін осы пешті тексеріп, осы қатесін жөндейтін боламыз. Біздің бұл аспалы газ пешіміздің бетін ашып қойсақ, от жана береді. Бетін жабатын болсақ, мына жерде қақпағы бар. Қақпағын жауып қоятын болсақ, пеш тұншығып жанамай F04 деген қатеге шығып кетеді. Қате шығып кетеді, сонымен пеш өшеді. Осындай болып тұр ақауы. Не үшін тұншығып жатқанын қазір тексеретін боламыз. Пешіміздің бетін жауып міне тексеріп жатырмын. Пеш мінекей 55-ке кеп қалды. Әдемі өшпей жанып жатыр. Жалпы бұл пешіміздің ақауы мынау мұржадан екен ғой. Мұржасынан екен. Мұржасында ақаулар болған себепті пеш жанса да тұншығып жана алмай жатқан себебі сол екен. Ақауын жөндедік мінекей. Сонымен мына пешіміз әп-әдемі болып жанып, үйді жылытып жатыр. Осымен бүгінгі ролик аяқталды. Ролик пайдалы болса лайк басамыз, пікір жасамыз, таныстармен бөлісеміз. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, осындай қызықты пайдалы роликтерден құр қалып кетпейсіздер. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.